Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілінің 88-ші сабағы, тақырыбы орманшының баласы, заттың сынын білдіретін сөздер. Бүгінгі сенің білетін, яғни мақсатымыз мәтінде кім туралы айтылған түсініп, мазмұнын өсіне баяндау, заттың сынын білдіретін сөздерді табу, оларға сұрақ қою. Жұмбақ, жайқалған ағаштар, сылдырлаған бұлақтар, көңілдің сарайын ашатын ғажаптар. Балалар, бұл не екен? Әрине орман екен. Ендеше балалар, орман туралы жұмбақты шешкеннен кейін біз орманшының баласы деген мәтінді мәнерлеп оқиық. Орманшының баласы бір шыбықты сындырмақшы болады. Сол кезде ол ағаштардың әңгімесін естиді. Аққайың айтыпты: мен өскенде бесік боламын, кішкентай бөбекті тербетемін. Теректің жас шыбығы: мен өскенде ойыншық боламын, балаларды ойнатамын дейді. Қарағай: мен үлкен үй боламын депті шаттана. Ал мен кім болам депті сонда бала. Сен ағаш шебері бол депті оған ағаштар. Жарайды деп шыбықтарды сындырмапты. Сол бала өскенде ағаш шебері болыпты. Енді балалар, осы жерде өздеріңе қиындау, түсініксіз сөз бөбек екен. Бөбек 1 жасқа дейінгі баланы айтады. Енді балалар, сендер мынандай сұрақтарға жауап беріңдерші. Кәнекей, барлығымызда мәтін кім туралы? Дұрыс айтасың, мәтін орманшының баласы туралы екен. Бала жас шыбықты неліктен сындырмады? Себебі бала бірнеше ағаштар оған мынандай ақыл кеңес берген болатын. Баланың ағаш шебері болуына не себеп болды? Әрине, ағаштардың адамдарға, қоғамға деген пайдасы өте зор екен. Сондықтан ол ағаш шебері болуға бел буды. Ағаштардан қандай бұйымдар жасайды? Мәтіндегі заттың сынын білдіретін сөздерді тап, оларға сұрақ қой депті. Яғни біз ағаштардан қандай заттар жасайтын кейін көрсетеміз. Ал енді біз осы сөйлемнің ішінен, мәтіннің ішінен, әрбір сөйлемнен біз сын есімді табайық. Бірінші, кәнекей барлығымызда оқып, сөйлемдердің ішінен арастырып көрейік. Кішкентай бөбекті тербетемін. Қандай бөбекті тербетемін? Кішкентай, яғни сын есім. Қандай деген сұраққа жауап берді. Теректің жас шыбығы. Қандай шыбығы? Жас деген. Мен өскенде ойыншық боламын, балаларды ойнатамын деген. Яғни бұл сөйлемде жоқ екен. Мен үлкен үй боламын депті шаттана. Қандай үй боламын? Үлкен. Мінекей балалар, осы жерден біз мәтіннің ішінен сын есімді білдіретін сөздерді таптық. Енді балалар, кәнекей бәрімізді қарастырайық. Мына жерде ағаштан не жасалатын тағы да бір көрейік. Мінекей өздерің көріп тұрғандай, қандай ағаш мынау? Аққайың екен. Аққайыңнан не жасалады деді? Әрине бесік. Ал екінші теректен не жасалады деді? Одан мінекей ағаш ойыншықтар жасалады екен. Ал өздеріңе жаңа айтып өткенде қарағайдан не жасалады екен? Әрине үй жасалады екен. Енді балалар, осы орманшының баласы туралы шағын видеоны көріп алыңдар. Орманшының баласы Мәлике Әбдірашева. Орманшының баласы ат қылып мініп, шапқылау үшін бір жас шыбықты сындырмақ болады. Сол кезде ол ағаштардың мынандай әңгімесін естиді. Аққайың айтыпты: мен өскенде бесік болам, кішкентай бөбекті тербетем. Бесік жырын естіп, рахатқа батады. Бақыт деген осы емес пе? Ал теректің жас шыбығы
Men өскенде түрлі ойыншық болам, балаларды ойнатам, азаннан кешке дейін ойнаймыз, қызыққа батамыз депті жапырақ жайқалып. Мен өскенде түрлі жиһаз болам. Адамдар шаршағанда маған отырып демалады. Сөрелеріме кітаптарын, заттарын қояды депті мен. Ұзын бойлы қарағай, менше, мен үлкен үй болам. Бәрің менің ішімде тұрасыңдар. Адамдар қыста тоңбайды, жазда ыстықтамайды. Үй болған қандай жақсы депті шаттана. Ал мен кім болам депті сонда орманшының баласы олардың айтқандарына қызығып. Сен бе? Сен депті еңкі жас шыбығы ойлана. Сен өскенде ағаш шебер бол. Сонда біз осы айтқан армандарымызға жетеміз. Мақұл депті орманшының баласы қуана. Жас шыбықтарды сындырмапты, ат қылып мінбепті. Сол орманшының баласы өскенде атақты ағаш шебері болыпты. Әлгі ағаштарды арман. Ағаштан не жасалады екен? Кәнеке ойланып көріңдерші. Өздерің отырған парталарың, орындықтар, үй жиһаздары, сонымен қатар кітаптар, дәптер, қағаздар осы ағаштан жасалады екен. Адам денсаулығы көбінде қоршаған ортаға байланысты. Ал оны жақсартатын жасыл желек. Сол жасыл желекті баптап өсіруші орманшы. Орманшының негізгі жұмыс орны орманда, яғни тау қойнауы, орман мен өзен бойы, көл жағалауы. Жазды күндері орманды өрттен қорғау үшін орманшыларға бірнеше түн ұйықтамауға тура келеді екен. Балалар, орманшының жұмысы өте қиын екен. Балалар, енді осы орманшыға не керек екен? Неге өздері көп тұрған? Дүрбі, ара, күрек, балта, балға, тағы басқа заттар керек екен. Енді екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз, қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астынсыз. Шебер, өнерлі, ұста, ісмер адам. Ағаш шебері ағаштан түрлі бұйымдар жасайды. Олар берік әрі жеңіл болады. Енді осы сөйлемдердің ішінен сын, есімнің тауық сұрақтарына байланысты сөздерді табайық. Шебер, өнерлі, ұста, ісмер адам. Шебер қандай адам? Өнерлі, ұста, ісмер. Яғни қандай деген сұраққа жауап беріп отыр, сын, есім екен. Ағаш шебері ағаштан түрлі бұйымдар жасайды. Қандай бұйымдар жасайды? Түрлі, сын, есім. Олар берік әрі жеңіл болады. Қандай болады? Берік, жеңіл. Қандай деген сұраққа жауап беріп, сын, есім болып тұр. Енді балалар, жаңылтпашты неге өздерің оқып, несеке оқыттан тыңдап, жаттап алыңдар. Ықсан, ұста, ұстаз, ұста. Үш, ұстаға, ұстаз, ұста. Неге балалар, өздерің көріп тұрғандай, ағаш шеберлері түрлі жұмыстар істеулері екен. Енді 88-ші жұмыс дәптерін ашып, қайын, еңбекқор деген сөздерді әдемі жазып, содан кейінгі осы екі сөзге сөйлем құрастырыңдар. Қайын, яғни ағаш дейміз да, еңбекқор ол еңбек жасайтын, жалқау емес, жұмысқа берілген адамды айтады екенбіз. Ал екінші жаттығуда жаңа өздерің көріп тұрғандай айттық, оны жаңа өнерлі, ұста, ісмер, түрлі, берік, жеңіл деген сөздердің асын сызасыңдар. Ал үшіншісін оқиық. Заттың сынын білдіретін сөздерден кейін заттың атын білдіретін сөздерді қойып көшіріп жаз. Әдемі көйлек. Қандай көйлек? Әдемі, сын, есім. Әдемі не? Көйлек, зат, есім. Қызық, кітап. Қандай кітап? Қызық, сын, есім.
Қызық не? Кітап, зат есім. Қорқақ қоян. Қандай қоян? Қорқақ. Қорқақ не? Қоян, зат есім. Жүйрік ат. Қандай ат? Жүйрік сын есім. Жүйрік не? Ат, зат есім. Үлкен үй. Қандай үй? Үлкен сын есім. Үлкен не? Үй, ол зат есім. Балалар, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.